Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай жұмсақ, ешқандай маринадтауды қажет етпейтін, тез дайындалатын тағамды жасап көреміз. Алдағы жаңа рецепттерді жіберіп алмау үшін каналыма жазылыңыз. Бізге керегі картоп ашылған, тауық аяқтары және де приправалар, паприка, бұрыш және сушеный кинза. Өзіңіз ұнататын дәмдеуіштерді де қолдансаңыз болады, және де майонез. Тауық аяқтарын жуып, суын сырғытып аламыз да, үстіне тұз, паприка, бұрыш және кинзаны қосып, сонымен қатар үстіне бір ас қасықтай майонез қосып, қолмен жақсылап араластырып аламыз. Барлық аяқтарға бірдей жететіндей етіп қолмен араластырамыз. Рецепттерім ұнаса, лайк қойып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Картопты да солай жасаймыз. Алдымен картопты 4 бөлікке, яғни долька ретінде барлығын кесіп шығамыз. Сосын үстіне тұз, бұрыш, паприка және кинзаны қосып, майонезді қосып, жақсылап тағы да қолмен араластырып аламыз. Қолмен араластырсаңыз, барлық жеріне бірдей жетерліктей болады. Формамызға аяқтарды біртіндеп қойып шығамыз. Майлаудың немесе астына пергамент қағаз төсеудің қажеті жоқ, өйткені ол жабыспайды. Бетін фольгамен жабамыз, яғни барлығы толық пісу үшін, тезірек пісу үшін фольгамен жауып қоямыз. Картопты да формаға салып, барлығы бір-бірінің үстіне шықпай біркелкі орналастырамыз да, бетін тағы да фольгамен жауып қоямыз. Сонда картопымыз жұмсақ біркелкі болып піседі. Қызып тұрған пеште 180 градуста 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Картоп піскеннен кейін алып тастаймыз, және де тауық пісуге жақындаған кезінде бетіндегісін фольгасын аламыз. Сөйтіп тағы да бір 10-15 минут қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Сонда қып-қызыл болып, әдемі болып піседі. Міне 1 сағат ішінде картопымызда тауықтың еті де пісті, және де жұмсақ болып піседі. Тауықтың еті өте сочный болып піседі. Қазір көрініп тұр міне. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.